Баста. Бүгін 7 сәуір 2026 жыл. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Артаев Асқарбек Маратұлы, Қазмұнайгаз бас директоры Хасенов Асхат Ғалымұлы, Маңғыстау облысының әкімі Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы, Қаражанбас мұнай бас директоры Ибрашев Нұртаза Мамайұлы. Бұл Қаражанбас кен орнындағы жұмысшылардан үндеу. Біздер Қазақстан Республикасының азаматтары, Маңғыстау облысының тұрғындары 2021 жылдан бері Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамына тиесілі кен орнында жалған аутсорсинг мәртебесімен аутстаффинг қызметін атқарып келеміз. Қазіргі уақытта Қаражанбас жұмысқа қабылдау және еңбек қатынастары аутстаффинг жүйесі арқылы жүзеге асырылуда. 2021 жылдан 2023 жылдың мамыр айына дейін аутстаффингке адам алуға мораторий болған. Сол арқылы кен орнында жұмысшыларға мұқтаждық болып, біздерді, яғни 65 адамды жалған аутсорсинг мәртебесімен жұмысқа алды. Болашақта аутстаффингке ауыстыруға мүмкіндік береміз деді. Әлеуметтік пакетсіз және төмен жалақымен жұмыс істеуге мәжбүрледі. Сонымен қатар нақты еңбек жағдайлары мен атқарып отырған қызметтердің сипаты аутстаффинг үлгісіне толық сәйкес келеді. Атап айтқанда, біз күнделікті жұмысқа штаттық қызметкерлермен бірге бір цехқа келеміз. Талаптарды сол цехтің тікелей басшыларынан аламыз. Өндірістік процестің ажырамас бөлігі ретінде жұмыс атқарамыз. Жұмыс қорытындысы бойынша күн сайын цех басшыларға есеп береміз. Қызметкерлермен тең дәрежеге қатысамыз. Осы күнге дейін бұл мәселемен Қаражанбас және де Қазмұнайгаз басшыларымен және жергілікті әкімшілік өкілдерімен кездесулер болды. Ешқандай нәтижелер әкелген жоқ. Жоғарыда баяндаған мән-жайлар Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің талаптарына қайшы келеді. Осыған байланысты біз төмендегі талаптарды қоямыз. Яғни сіздердің нақты еңбек жағдайына сәйкес аутстаффинг қызметкерлері ретінде ресми түрде рәсімдеуді, еңбек өтіліне сәйкес штаттық қызметке ауысуға мүмкіндік беру, толық әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету. Аталған талаптарды қарастырып, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен сәйкес әділ шешім қабылдауыңызды сұраймыз. Бұл үндеу нәтиже болмаған жағдайда барлық отбасымызбен бейбіт шеруге шығатынымызды ескертеміз. Бірдей еңбек, бірдей жалақы талап етеміз. Талап етеміз ба, жігіттер? Талап етеміз. Талап етеміз ба? Талап етеміз. Талап етеміз ба? Талап етеміз.